Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мектеп кезде сүйіп-сүйсініп жеген лакүнкінің рецептімен бөлісетін боламын. Тестісі жұмсақ және дәмі өте дәмді болып шығады. Керек заттарды описаниеге қалдыратын боламын. Ашыған қамырымызды алып, керек бөлшектерге бөліп аламыз. Сосын осылайынан түйіп, видеодағыдай қылып әдемілеп жайып аламыз. Лакүнкінің көлемін келтіріп, ортасына май жағып, екі бетін біріктіреміз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан кейін көтерілгеннен кейін жұмыртқамызды араластырып, бетіне жағып, қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз. Одан кейін бізге крем керек болады. Кремге сары май мен сгущенканы араластырып, жаңғақты осылай блендерда езіп алдым. Ортасына кремін жағып және жиегіне жағып, жаңғағымызға ұнатып алатын боламыз. Осылайдан ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Шаймен ішкенге және ауызашарға